Так, бәріңізге ассалаумағалейкум. Тағы да так бізде Приора автокөлігі бұл жерде аккумуляторды теріс жалғап алған, и сол кезде майдың датчигі замыкать етіп, майдың светі вообще сөнбестен қалған ғой. Енді так біз оны обычно Приораларда коншина арқылы ABS басқарылатын еді, коншина арқылы спидометр басқарылатын еді. Мына жерде коншина арқылы майдың светі басқарылып тұр екен. Біз мына жерде міне майдың светін ажыратып, проводын ажыратып, қазір коншинадан отдельно бөліп алып, ана жақта мына Приордың распиновкасын алып, осы Приорға тікелей бір сым арқылы просой вариантпен жалғай қоямыз ба дегенбіз, бірақ онымен ол болған жоқ. Енді біз қайтадан бәрін орнына жинап жатырмыз. Демек, получается, причина мына тұрған торпеданың астындағы мотордың компьютерінің ішінде именно майдың диоды корпусқа замыкать етіп қалған. Так, бұл бірақ қазір қызуына ештемеге влиять етіп тұрған жоқ, тек қана майдың светі сол болды. Кімде осындай мәселе кездессе, мына жерде міне мотор жақтан келетін радионда қара провод болып келеді, ебанутый долбоеб орыстар салонға келеді де оны көк провод қылып жібереді. Вот осы жерінде қателесіп кетпеңіздер. Мотор жақтан қара болып басталады, салон жақта көк болып кетеді майдың светі. Бәріңізге рахмет, каналымызға подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар.